Пайғамбарымыздың бір айтқан принципі бар. Дінге қатысты. Яссиру вала туассиру, жеңілдетіңдер, қиындатпаңдар, башширу, қуанышты хабар беріңдер, вала тунаффиру, бездірмеңдер деген дінден. Осындай қатал ұстанымдағы адамдар туралы пайғамбарымыз хәләкәл мутанаттиун деген шектен шыққан адамдар жоқ болып кетті дейді да. Зардабын шегеді деген сөз да. Сондықтан бұл жерде әрине дінде кез келген идеологиядағыдай қорқыту әдісі бар. Себебі Құранда тозақ туралы айтылған. Дінде қуанышпен бөлісу, адамға қуанышты хабар беру бар. Ол себебі дінде жұмақ бар. Бірақ негізгі, діннің негізгі әдісі ол ықылас. Бір нәрсені шын ниетпен жасау. Қорқыту немесе бір материалдық поощрение арқылы емес, ең дұрыс мотивация ол ықылас. Қалған екі мотивация. Бір нәрсені беру немесе бір нәрсемен қорқыту. Кнут и пряник дейді ғой. Ол кез келген идеологияда, кез келген дінде бар. Дегенмен онда мөлшерін қарау керек. Ана шамадан тыс кетіп қалса, риторика. Ол кезде баланс бұзылады адамда. Көрдіңіз ба? Сол үшін негізгі ұстаным ол ықылас. Құранның 1/3-іне тең келетін ықылас сүресі бар. Адам негізінде дінді ұстанған кезде біреу көрсін, біреу қорқытты, немесе біреу маған бір нәрсе берсін деген мақсатта емес, Құдай үшін ұстау керек деген концепция. Бұл ықылас концепциясы.